Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәл осындай керемет болып шығатын жасалу жолы өте оңай салат жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен картошка пайды жасаймыз. Ол үшін бір дана картопты алып, дәл осылай үкіштің ұзынша бөлігінен өткізіп аламыз. Өткізіп алған картопты салқын сумен бірнеше рет жақсылап жуып алу қажет. Дәл осылай суы тазарғанша жуып аламыз. Одан соң қағаз үлгінің бетінен жуылған картопты жайып, жақсылап кептіріп аламыз. Дәл осылай сүлгінің үстінен басып, картопты жақсылап кептіріп алу қажет. Содан соң қызып тұрған ыдысымызға сұйық майды құямыз және өткізіп алған картопты аз-аздан осылай салып, қызартып, қуыратын боламыз. Міне осылайша картошка пайды қызартып, әдемі етіп қуырып алдық. Ал енді салатқа қажетті заттар бізде қияр, шұжық, суда піскен тауықтың еті және тұздалған қияр және консервідегі жүгері картошка пай қажет болады. Ең алдымен шұжықты дәл осы видеодағындай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Және қиярды да дәл осылай ұзынша етіп тураймыз. Содан соң тауықтың етін тураймыз. Менде тауықтың сан еті, сіздер төс етін алып қолдансаңыздар да болады. Бұны да дәл осылай ұзыншалап турап аламыз. Содан соң тұздалған қиярды да дәл осылай ұзыншалап турап аламыз. Міне осылайша барлығында турап алдық. Ал енді оның үстінен консервідегі жүгерімізді салып және картошка пайдың жарты бөлігін осы салаттың үстінен саламын. Онан соң дәміне қарай майонезді салып, шым-шым тұзды салуға да болады, жақсылап араластырып аламыз. Ерекше дәмді, өте оңай салатымыз дайын. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Видео ұнаған болса, төменге пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!